Ана бақыты 4-ші бөлім. Мен мұндай ұсынысқа біраз ойланайын, деп жауап бердім. Шынымды айтсам, екінші рет тұрмыс құру жайлы ойламаппын. Сондай-ақ маған тұрмыс құру жайлы ешкім ұсыныс жасамайтын шығар, деп ойлайтынмын. Өскемен қала болғанымен көпшілігі бір-бірін танитын. Менің бала көтере алмай қайтып келгенімді айналадағылардың барлығы білетін. Кейде маған аянышты көздерімен қарайтындай көрінетін. Сонымен не керек? Ата-анам ойланайын дегеніме маған жалт қарады. Болат аға, жарайды, ойланып көріңіз. Мен асықтырмаймын. Өзіңізден хабар күтемін, деп орнынан тұрып кетуге ыңғайланды. Інім сыртқа шығарып салды. Ол кеткен соң ата-анам маған біраз ақылдарын айтты. Жақсы жігіт, біраздан бері білеміз дейді. Оқыған, пысық, өз кәсібі бар. Жағдайы жақсы, саған арқа сүйер ер азамат бола алады. Біз мәңгілік тұрмаймыз. Біз кеткен соң келіннің қабағына қарап қаласын. Дәл қазіргі жағдайында осы Болаттан артық өмірлік жолдас бола алатын адамды таппайсың. Ол саған бала тумадың деп айтпайды. 2 қызы бар, бұйырса немерелі де болар. Ойланатын ештеме жоқ, деп нықтап отырып айтты. Сол күні түні мен көп ойландым. Қарап тұрсам, әке-шешемдікі дұрыс сияқты. Жалғыздық жаратқанға ғана жарасқан дегендей, ертесіне ініммен сөйлестім. Бастығы жайлы сұрадым. Ол да жақсы кісі, саған жайлы болады, дейді. Әйелі бұрыннан жүрек талмасы бар екен, тіркеуде тұрған. 2-ші қызын босанған соң жағдайы нашарлай беріпті. Содан небәрі 37 жасында тура мүшел жаста жүрек талмасы ұстап, қайтыс болып кетіпті. Үлкен қызы ол кезде бойжетіп қалған. Кіші қызы небәрі 12 жаста болған екен. Содан бері Болат аға қыздарын өзі қарап өсіріп, үлкенін жақында тұрмысқа беріпті. Кішісі мектеп бітіргелі отыр. Сосын ол да оқуға кетеді. Аға, екеуін ғана тұрасыңдар. Қыздарымен еш қиындық бола қоймас, деді. Орталықта 3 бөлмелі пәтерде тұрады екен. Әйелі қайтқалы қыздарым өссін, өгей шешеге күндерін қаратпаймын, деп үйленбепті. Сонымен не керек? 3 күн ойланып келісімімді бердім. Шағын ғана жиын жасап екеуміз некелестік. Болат аға енді менің жұбайым болды. Мені аға демеш енді, деп еді. Арамыз әжептеуір жас болғандықтан бастапқыда үйрене алмай жүрдім. Ол өте сабырлы, салмақты кісі еді. Қыздары да мінезі тұйықтау, көп сөйлей бермейді екен. Алғашқы күннен-ақ мені жақсы қарсы алды. Туыстары да көп емес екен. Құдалары, күйеу балалары барлығын үйге шақырып, қонақ етіп жақыннан танысып шықтық. Үшеуміз тұрып жаттық. Кіші қыз мектеп бітіріп Алматыға жоғарғы оқу орнына түсті. Күзде әкесі барып жатақханаға орналастырып келді. Үйде екеуміз ғана қалдық. Күндіз жұмыста, кешке үйде. Өмірім бір қалыпты сарынға түсті. Інім айтқандай бұл кісі мінезі жайлы болды. Өткен өмірімді ұмыта бастадым. Арасында үлкен қыз бен күйеу бала келіп, көңілімізді аулап, әңгіме дүкен құрып кетеді. Қыз өтіп көктем келді. Артынан жаз келді. 1-ші курсты аяқтап, кіші қызы демалысқа келді. Біраз толысып өзгеріпті. Көп сөйлей бермейтін қызымыз ашылып кәдімгідей есейіп қалыпты. Дегенмен ата-анадан жырақта болған соң, студенттік өмірі бар адам есейеді. Ақыл тоқтата бастайды. Сонымен жазда өте шықты. Қызымыз Алматыға қайтты. Тағы екеуміз ақ қалдық. Bir күні үлкен қыз босанды. Қыз немерелі болдық деп құдалар сүйінші сұрап хабарласты. Бөкен қатты қуанды. Немерелі болдым деп. Құтты болсын айтып барып келдік. Мен ана тана алмасам да апа тандым. Бойымды керемет бір сезім биледі. Бәрі маған апасы деп сый құрмет білдірді. Жаңа жылда келді. Демалысқа кіші қызы келді. Жазғыдан да толысып кеткен сияқты. Бірақ өңі солғын. Көңіл күйі жоқ. Жиенін көруге де бармады. Бір түрлі мазам жоқ деп жата береді. Әкесі екеуміз уайымдап қалдық. Дәрігерге апарайық десем керегі жоқ дейді. Bir күні үйге анам келді. Немерене жылы кеудеше тоқып едім. Жаңа жылға сыйлығым болсын. Үлкен қызға берерсің, деп. Апа болып жатырсың. Өзімнен деп айта сал,
деп қояды. Жақсы деп екеуміз шай қойып, шай іштік. Кіші қызды да шақырдым. Ол бөлмесінен шығып анаммен амандасып, өздеріңіз іше беріңіздер, менің мазам болмай тұр деп жуынатын бөлмеге кіріп кетті. Анам оған бір қарады да, тоғып кеткен бе? деді. Немене, ауырып қалған ба? Қай жер ауырады? деді. Мен білмеймін, асқа тәбеті жоқ, басы ауырып көп жатады, жүрегім айни береді. Дәрігерге апарайық десек көнбейді, дедім. Анам біртүрлі ойланып қалды. Мына қызды тез арада дәрігерге көрсет. Мен неге деп шошып кеттім. Күйеуіне айтты, апарып көрсет, деп анам кетіп қалды. Кешке Бөкенмен сөйлестім. Ертесіне таңертең әкесі қызын оятып, бұлай болмайды, дәрігерге барамыз, деді. Қызы қарсылық көрсеткеніне қарамай ауруханаға бардық. Анализ тапсырды. Нәтижесі шыққан соң дәрігер бізді шақырып, қорқатын ештеме жоқ, қыздарыңыздың аяғы ауыр, деді. Өзеге жолдама беріп тіркеуге тұрсын, деді. Аузымыз ашылып қалды. Күйеуімнің түрі түтігіп кетті. Мұндай ашуланған түрін алғаш рет көрдім. Дәлізге атып шықты. Қызы әкесінен осыны күткендей үрпейіп қорқып тұр. Жылап тұр екен. Бөкен жүр бұлай деп, аяғына тигізбей сүйреп, сыртқа бірақ шықтық. Көлікке отырыңдар, деп отырғызып алды да үйге қарай құстай ұшты. Лезде үйге жеттік. Кіре сала, кім ол? Бұл қашан болды? деп қызын сұрақтың астына алды. Ұрысып, байғұстың жер-жебіріне жетті. Мен тынышталдырмақ болып басу айттым. Қойшы, енді аяғы ауыр ғой, деп едім, сылқ етіп отыра кетті. Мен кінәлімін, дұрыс тәрбие бере алмадым, деп өзін кінәлады. Қызымыз Алматыда бір жігітпен танысып, бір-бірін сүйіп қалыпты. Кездесіп жүріп, жігіт үйленемін деп уәде беріпті. Содан аяғы ауыр болып қалғанын айтқан соң, жігіт ізім-ғайым жоқ болып кетіпті. Жігітті қайтып келер деп үміттеніп күтіп жүріпті. Іздеп таппапты. Содан жасанды түсік жасатпақшы болыпты. Бірақ мерзімі үлкен деп ешқандай дәрігер келіспей қойыпты. Сонымен демалыс болған соң, жатақханадағы құрбылары кетіп қалған. Әкесі неге келмей жатырсың? Демалысқа қайт, деген соң амал жоқ келіпті. Бізге қалай айтарын білмей басы қатып жүрген екен. Менің ешқандай тәжірибем жоқ болғандықтан, оның аяғы ауыр екенін, токсикоз болып жүргенін де аңғармаппын. Анам бірдемені сезгендей, дәрігерге барыңдар деген сол екен. Я Аллам, мен қанша жыл сенен бала сұрадым, қанша қиналдым, үміттендім, күттім. Сұрағанға бермей, сұрамаған күтпеген, керек қылмағанға қалай бере салдың екен. Енді бұл қыздың тағдыры не болмақ? Сәбише, оның жазығы не? Көңілім қатты құлазыды. Күйеуім де көңілсіз жатып қалды. Қыз да өз бөлмесінен шықпай жатып қалды. Сонымен ертесінде күйеуіммен ақылдастық. Ол жігітті іздеп таппасымыз анық. Ұрысқаннан не пайда? Болар іс болды. Ауруханаға қайта бардық. Қызды УЗИге түсірдік. 18 апта болып қалыпты. Жынысы ұл деді. Жүрек қағысын естігенде қатты толқыдым. Бір уыс болып жүрегі қалай дүрсілдейді. Өзімнің аяғым ауыр секілді қуанып жүрмін. Шыққан соң күйеуіме айттым. Ұл бала болады екен деп. Оның жүзінен де бір қуанып қалғандайын байқағандай болдым. Күйеуім аяқ астынан Алматыға көшеміз деді. Өзі біраздан бері Алматыдан фирмасының бір филиалын ашқысы келіп жүр екен. Сөйлесіп жүрген адамдары да бар екен. Оның үстіне мына қыз сонда босанады деді. Мұнда ел не дейді? Қай бетіммен жүремін енді деп қамықты. Жүрегім атша тулады. Ол жаққа қалай барамын? Ойым сан-саққа жүгірді. Бұрынғы қайын жұртым, күйеуім бір жерде болмасын. Бір жерде олармен кездесіп қалсам қайтемін? Бармайық дейін десем, амал жоқ. Сонымен үйді сатуға қойдық. Қаладан жырақ жер телімі бар еді, оны да сатуға қойдық. Артық дүниенің барлығын сататынын сатып, беретінін беріп, аяқ астынан Алматыға көштік те кеттік. Жалғасы бар.